Армысыздар. Мен Чавушоғлы Мұхаммед, Тараз қаласы номер 31-ші орта мектебінің 9-ші сынып оқушысымын. Тараз қаласы Қазақстан қалаларының ішіндегі ең көне қала. Біздің қаламыздың әрбір жері тұнған тарих. Оған дәлел біздің Қарахан, Айша биби, Бабажы Хаттон, Дәуітбек, Чектұрмас сияқты кесенелеріміз. Біздің өңір тарихи тұлғалардан да кенде емес. Әрбір азаматтың өзінің орны, өзіндік өңі бар. Соның бірі мақтанышымыз, ірі тұлға жерлесіміз, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлын ерекше атауға болады. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы ауданында дүниеге келген. Анасынан ерте айырылған. 1929 жылы Бауыржан 9 жылдық Әрия ата мектебін бітірген. 1941-45 жылдар аралығында күллі әлемді дүр сілкіндірген екінші дүниежүзілік Ұлы Отан соғысы біздің еліміздің өмірінде де үлкен таңба қалдырды. Ұлы Отан соғысына біздің облысымыздан 41.423 азамат аттанған. Олардың 15.536-сы майданда қаза тапса, 17.639-сы хабар ошарсыз кеткен. Соғыс жылдары майданның алдыңғы қатарында болып отырып, олчық бұйрықтыған орындамай, әскери ғылымды едәуір байытты. Осылайша майданда шексіз ерлік көрсеткен полковник Момышұлы 2 рет бірінші дәрежелі Қызыл Ту орденімен, Ленин және Отан соғысы ордендерімен әскери шайқастағы еңбегі үшін, Мәскеуді қорғағаны үшін орден медальдармен марапатталды. Ал 1990 жылы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың табандылығының арқасында одақ тарағанға дейін Бауыржан Момышұлына Кеңес одағының батыры атағы беру туралы жарлыққа қол қойылды. Әскери ерліктерден басқа Бауыржан Момышұлы жазушы болды. Оның кітаптары «Офицердің күнделігі», «Майдан», «Ұшқан ұя», «Артымызда Москва», «Адам қайраты», «Төлеген Тоқтаров». Тарихи жоқ ердің шерішері жоқ дейді елбасымыз. Тарихты адамдардың өзі жасайды десе, онда бұлар сол тарихтың бір тармағы ғана. Қазіргі жастар, біздер батырларымызды ұмытпауымыз керек. Туған өлкенің тарихын, мәдени және рухани мұрасын әрдайым қолдауымыз қажет.